Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мына жігіт қазақтың киелі домбырасына тіл тигізіп, бұл әбілістің бірдеңесі деген әңгімені әлеуметтік желіде айтқан болатын. Әрине, қазақ халқының бұл ашуын туғызды, себебі барлығымыз білеміз, домбыра деген қазақ үшін бір киелі аспап болып саналады. Домбыра деген бұл біздің мәдениетіміз, домбыра деген бұл біздің болмысымыз. Ол тіл тигізді, халық ашуланды, үлкен резонанс болды. Соның арқасында деп айтайын, кәдімгідей бұл жігітті тұтқындап, үстінен іс қозғап, міне қазір ақпарат шығып жатыр, 3,5 жылға соттады дейді. Жалпы мен қазір ойланып қарап отырсам, үлкен өкінішке орай қазіргі таңда мынау қазаққа жат идеологиялар, қазаққа мүлдем келмейтін басқа жақтағы бір ағымдар қазақтың топырағына көптеп кіріп жатыр да, бұған не себеп? Әрине, бұл өзіміздің бір сөзбен айтқанда бала шағамызға деген тіршілік, жұмыс, анау-мынау деп жүріп, қазақи тәрбие бермеуіміздің кесірі деп ойлаймын өзім. Себебі ата, әже, жаңағыдай солардың тәрбиесі деген дүние үлкен өкінішке орай қалып бара жатыр. Барлық отбасыда деп отырған жоқпын, бірақ үлкен өкінішке орай сондай дүние бар. Бала күннен қазақтықты болмысына сіңдірмеген адам, ол жат жақтың идеологиясына бірден бас айналып алданып кетуі, ол бүгін болмаса ертең болатын жағдай ғой. Жалпы қазаққа алып келіп басқа жақтың ағымын тықпақшы болып жүрген ағайын, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға көріп отырсыздар. Бұның арты сіздер үшін жақсылыққа алып бармайды. Барлығы көріп отыр, барлығы бұны бақылап отыр. Егер де қазаққа қарсы шығатын болсаңыздар, міндетті түрде сіздердің үстеріңізден іс қозғалатын осы жігіттің мысалымен ақ дәлел ретінде келтірсек болады. Қазақ болайық ағайын, себебі қазақтың домбырасы бұл киелі домбыра. Қазақтың талай ақыны қазақтың мұңын, зарын дәл осы домбырамен өз замандарына жоғарыда отырған адамдарға жеткізген болатын. Ханның да алдында, бидің де алдында, сұлтанның да алдында дәл осы домбыра қазақтың қазақтығын көрсеткен болатын. Сондықтан құрметті, не дейміз енді, мынау жат жақтың ағымына алданып жүргендер, сәл оралайық. 70 жыл бойы орыс болдыңдар, енді араб болып жүрсіңдер, қашан жалпы қазақ болатын ойларың бар, сәл ойланайық.